Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сабақ барысында осындай спин әдісін қалай жасауға болатынын көрсеткім келеді. Алдымен браузерге Wheels of Names деген сайт тереміз. Мына жақта балалардың аттары тұрады. Мына жаққа өз қолдарыңызбен балалардың аттарын жазсаңыздар болады. Мысалы, мен Али жаздым, Батыр және Қасым деп жазған болатынмын. Міне аттар барлығы дайын тұр. Енді келесі спин әдісін басамыз экранды. Және осы жерде баланың аты рандом түрінде өзі шығатын болады. Бұны қай кезде қолдануға болады? Бұны біз сабаққа, мысалға, үй жұмысын сұраған кезде қолдануға болады. Болмаса тақтаға кім шығады деген әдісте қолдануға болады. Қызықты әрі жеңіл болады. Енді бізде барлық балалардың аттарын жазу күнделікті қиындыққа түсетін болса, онда күнделік сайтына кіріп, мына жақта балалардың аттарын көшіріп аламыз. Алдымен күнделікке кіреміз, журнал предмета деген басамыз, өз пәнімізді таңдаймыз. Мына жақта бізде 22 оқушы бар. Барлығын белгілеп, копировать деген басып, жаңағы сайтқа ораламыз. Жаңағы аттарды өшіреміз. Вставить деген батырманы басып, балалардың аттарын қойдық. Қараңыздар. Бізде 21 нөмір түскен болатын. Яғни бұл сайт тегін болып келеді. Қалағанынша пайдалануыңызға болады. Мына жақта астында шаффл деген бар. Яғни бұл жерде перемешать деген сөз. Тек қана телефон емес, кез келген браузермен кіріп пайдалансаңыздар болады.